Достар, қайырлы күн. Бүгін 1, 2, 3 Mercedes автокөлігінің үшеуі де бірдей қойып, блокиратор рулясы жасамай алған. Электронды блокиратор бар. Рульді кілтейтін, кілт салғанда ызылдап блокировка жасақ болатын. Білмеймін неге екенін, Mercedestер деген бір уақытта бұзылады барлығы. Бір уақытта бұзылады, бір уақытта кілті кетеді, бір уақытта жаңа блокиратор кетіп қалады. Сондықтан үшеуінікінде өздерінікі ешқайсысын ауыстырмайды. Бұл кілт көрмей қалған кезде мына блокировка аварийный режимге түсіп кетеді. Ана угон жасалып өтеді. Сосын мына тілі шықпай қалады, мына тілі қайтпай қалады. Тілі қайтқандікі міне жасағандікі мынандай болады. Уже разблокирован состояние. Енді мына екеуін қазір оқытып істеп беретін болады. Осылай міне тіл шықпай қалады. Тіл шықпағасын көлік ашпай қалады. Бұл бір жаманы тілі ашылмай қалса, мына тілін көрдіңіз ғой. Ашылып қалған кезде мына дөңгелек тесік бар ғой, мына дөңгелек мына тесік. Осы тесіктен оңай ашылады. Егер тілі шығып қалса, мына ішіндегі мына патайы ұстап қалады. Соның кесірінен кішкене қиындау болады ашу үшін. Міне жасадым, мынауда кілт салам. Тіл кірді. Кілт ашам. Шықты. Тағы салам. Істедім. Бұрап тұр. Жаңағы мінеке 203 Mercedes-тікі мына блокираторын жөндеп берген болатынбыз. Қазір кілтін саламыз. Мына тілі кіру керек. Тілі кірді. Ашамыз. Ашты. Проблема бұл блокиратор кетіп қалады. Мына аккумулятор просадка 7 вольтқа түскенде немесе кілтті дұрыс танымай қалса, блокиратор жасамай қалады. Саламыз. Кірді. Шығамыз. Істеді.